Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Шымкентте әскери қызметкер көз жұмды. Уақиға 15 маусымда 6506 әскери бөлімінде болған. Ол қашықтыққа жүгіру кезінде қайтыс болды. Әскери қызметкер жауынгерлік жоспарына сәйкес әскери қызметшілермен ойлы-қырлы жермен қашықтыққа жүгіру бойынша жаттығуға қатысқан. Іс-шара соңында ер адам өзін жайсыз сезінген. Оған дереу алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Одан әрі ол қалалық ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне жатқызылды. Алайда келесі күні әскери қызметші ауруханада көз жұмды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.